Сәлем достар, менің аты жөнім Асем Әлмұхамбет, және бүгінгі видеода мен сізге Erasmus Mundus бағдарламасы туралы айтамын. Бұл Erasmus Mundus бағдарламасы арқылы сіз Европаның 2 немесе 3 елінде оқып, саяхаттап, және де магистратура дипломын ала аласыз. Ал өзім туралы қысқаша айтатын болсам, мен Америка Құрама Штаттарында магистратурада тегін білім алдым, және өзімнің YouTube каналымда шетелде тегін білім алғысы келетін бағдарламалар, мүмкіндіктер туралы айтамын. Сондықтан да осы тақырып сізге қызық болса, онда каналға жазылыңыз міндетті түрде, және қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Енді Erasmus Mundus бағдарламасы туралы айтатын болсам, бұл Европа одағы қаржыландыратын бағдарлама. Және де Erasmus Mundus бағдарламасы арқылы сіз Европаның 2 немесе 3 елінде тегін білім ала аласыз. Мәселен, сіз бірінші семестрді Испанияда оқитын болсаңыз, екінші семестрдің басын Францияда және де Италияда, келесі соңғы семестрді Италияда аяқтауыңызға болады. Және де сіз осылайша 3 елде оқи отырып магистратура дипломын алып шығасыз. Бұл Erasmus Mundus бағдарламасы толық сіздің оқу ақыңызды төлейді, және де ай сайын сізге 1400 евро көлемінде шәкіртақы төлейді. Бұл сіздің тұрып, жүру, медициналық сақтандыру және де тұратын жер секілді барлық шығындарға жетеді. Erasmus Mundus'тың түрлі бағдарламалары бар. Сол бағдарламасы қайсы сізге келеді, қайсы сіздің мамандығыңызға келеді, сол бойынша сіз құжаттарды тапсырасыз. Ал қандай бағдарламалар бар екен, мен пікірде сілтемені тіркеп қойдым. Сол сілтеме арқылы өтіп бағдарламалармен таныстыңыз болады. Әр бағдарламаның өзіне қажетті құжаттары бар, бірақ барлық бағдарламаларға ортақ тапсырылатын құжаттар тізімі бар. Ол біріншіден сіздің бакалавр дипломыңыз қосымшасымен, себебі сіз магистратура оқығандықтан сіздің міндетті түрде қолыңызда бакалавр дипломымен оның қосымшасы болуы керек. Екіншіден бұл CV, яғни түйіндеме болу керек, және де ол Европаға негізделген түйіндеме болу керек. Себебі біздің елде кейде өзінің тұрмыста бар, тұрмыста емес, немесе жасын, ұлтын, жынсын көрсетіп жатады. Бұл батыс елдеріне бұндай ақпарат түйіндемеде көрсетудің қажеті жоқ. Себебі бұл сіздің қандай маман екеніңізді, қандай адам екеніңізді ашып көрсете алмайды. Сондықтан да бұндай мәліметтерге олар мән бермейді. Оларға, мәселен, сіздің қандай жұмыс істедіңіз, қандай тәжірибеңіз бар, сіз жұмыс орнында қандай жетістіктерге жеттіңіз, қандай нәтижемен көрсеткіштеріңіз бар деген секілді ақпараттар олар үшін маңыздырақ. Сондықтан да осыған түйіндеме жазған кезде осыған мән беріңіз. Және де бұл мотивациялық хатта сіз міндетті түрде бұл бағдарламаға неліктен дәл осы бағдарламаны таңдадыңыз, және де сіз бұл бағдарламаға не бере аласыз деген секілді сұрақтарға міндетті түрде жауап беріп өтіңіз. Және де сонымен қатар сіз IELTS немесе TOEFL сертификатын тапсырасыз. Барлық құжат онлайн тапсырылады, яғни сіз барлығын тіркеп онлайн жібересіз құжаттардың барлығын. Және де бұл енді құжат тапсыру уақытына келетін болсақ, әр бағдарламаның дедлайны әртүрлі болады, бірақ нан ескеріңіз, ол көбінесе қазан және қаңтар айларында болады. Сондықтан да уақытты тиімді пайдаланып, осы нақты бағдарламаны таңдап, және ол бағдарлама бойынша сізге қандай құжаттар керек, және де оның құжат тапсыру уақыты қашан басталып, қашан аяқталатынына үлкен мән беріңіз, және уақытты тиімді пайдаланыңыз. Сіз егер бұл бағдарламаға тапсыратын болсаңыз, сіз сол уақытқа дейін барлық құжаттарыңызды жинап, қажетті экзамендеріңіздің барлығын тапсырып, дайындалып үлгеруіңіз керек. Сондықтан да уақытты тиімді пайдалануға сізге кеңес беремін. Бұл бағдарлама жалпы сізге үлкен мүмкіндіктер ашады, себебі сіз тек білім алып қана қоймай, сонымен қатар сіз түрлі елде саяхаттау, сол елде оқу, сол елде тұру секілді үлкен тәжірибеге ие боласыз. Бұл сіздің дүниетанымыңызды кеңейтіп, және де сізге үлкен өмірлік тәжірибе жинайтынына сенімді болыңыз, себебі шетелде оқу ол тек қана білім алу ғана емес, сонымен қатар ол ортақ қалыптастыру, ол жаңа мәдениет, жаңа дәстүр, жаңа жер, ол сіздің білім көкжиегіңізді өте қатты кеңейтеді, сіздің ойлау жүйеңізді жақсартады. Сол себепті осы бағдарламаға қатысам десеңіз, онда бұл мүмкіндікті міндетті түрде пайдаланыңыз. Тіпті сіз бұл бағдарламаға биыл немесе келесі жылы түсе алмай қалған жағдайда да бұл сізге үлкен тәжірибе болмақ.
Егер осы бағдарламаға қатысамын десеңіз, сәттілік серігіңіз болсын, сіздерге сәттілік тілеймін. Және де өзіңіздің осы бағдарламаға қатысты сұрақтарыңыз болса, онда пікірге жазып өтіңіз. Және де болашақта осы бағдарлама туралы немесе осы елде оқығым келеді, сол елде тегін оқуға мүмкіндік беретін бағдарламалар бар ма деген секілді сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, онда неге пікірге жазып өтіңіздер. Оның барлығын мен оқимын және де оны ескеріп, болашақта сол туралы видео түсіретін боламын. Сондықтан да жазыңыздар, сұраңыздар. Менің видеом осымен тәмам. Сіздерге сәттілік тілеймін және де келесі видеода көріскенше.